Халықаралық бокс федерациясы IBF қараша айына арналған жаңартылған рейтингін жариялады. Ең елеулі жаңалық Данияр Елеусіновтің жартылай орта салмақ бойынша үздік ондықтың қатарына кіруі болып отыр. Естеріңізге салайық, Данияр өткен аптада Джулиус Индонганы нокаутпен ұтқан болатын. Осыған байланысты ол рейтингте 15-ші саттан 9-ші орынға көтерілді. Бұл дивизионда американдық Эррол Спенс кіші әлем чемпионы екендігі баршаға белгілі. Ал бірінші орта салмақ бойынша рейтингте Батыр Жүкенбаев өзінің 7-ші орнын сақтап қалды. Жүкенбаевтың жекпе-жегі өткізілгеніне біраз уақыт болды. Ал оның салмағында чемпиондық белбеу британдық Джош Тейлорға тиесілі. Орта салмақта өте қызықты жағдай орын алуда. Мұнда біздің 3 боксшымыз бар. Геннадий Головкин чемпион, ал Мейірім Нұрсұлтанов аздап позициясын жоғалтты. Ол қазір 10-ші сатыға түсті. Десе де бүгінгі кездесуден кейін Мейірім рейтингте қайтадан көтерілетіндігі анық. Әрине, ол үшін жеңіске жету керек. Ал Мейірімнің артын ала рейтингте 11-ші сатыда Жәнібек Әлімханұлы тұр. Жәнібек соңғы жекпе-жегіне жеңіске жеткеніне қарамастан, ұйым оны қатты көтермеген. Сондай-ақ екінші орта салмақтағы Айдос Ербосынұлының да жағдайы жақсы. Ол 7-ші сатта. Айдос 16 желтоқсан күні кезекті кездесуін өткізді. Егер жеңіске жетсе, чемпиондық белбеуге міндетті үміткер атана алады. Дәл қазір бұл белбеу американдық Калеб Плантта. Жақындаған Айдос өзінің инстаграмдағы парақшасы арқылы Плантты жекпе-жекке шақырған болатын. Ал елімізде Underdog спорттық агенттік өзінің инстаграмдағы парақшасында қазақстандық MMA жауынгерлерінің Pound for Pound рейтингін жариялады. Олар бұл тізімді құрарда беделді портал Fitmatrix пен Tapology-да негізге алыпты. Сонымен олар жасақтаған рейтингтің бірінші орнына UFC жауынгері Шавкат Рахмонов көш бастады. 13-0 рекорды бар көшпенді осы жылдың қазан айында американдық промоушнда жарқын дебютін өткізген болатын. Енді ол келесі жылдың наурызында октагонға ораламын деп отыр. Рахмонов Fightmatrix-те 2, ал Tapology-да 5 орынға көтерілді. Оның артынша Fight Nights Global'дың бұрынғы чемпионы UFC жауынгері Жалғас Жұмағұров орналасты. Жако UFC Fight Nights 184 турнирінде 29 қарашада төбелесу керек еді. Алайда виза мәселесіне байланысты ол Лас-Вегасқа ұша алмады. Ол енді 24 қаңтарда швед Амир Албазиге қарсы UFC 257 Абу-Даби турнирінде бақ сынайтын болады. Үздіктер үштігін әзірге Сергей Морозов түйіндеп тұр. M1 Global'дың бұрынғы чемпионы UFC өкілі дебютті жекпе-жегін UFC 257-де ресейлік Умар Нурмагомедовке қарсы өткізеді. 4-ші орынға Underdog ACA лигасының рейтингінде бірінші тұрған Артем Резниковты қойыпты. 28 жасар Спартак Fightmatrix-те 60-ші тұр. Ал Tapology-де рейтингінде жауынгер 37 орын жоғалтып, 135-ші болып тұр. Бұл айда Резников грэпплингтен Гран-при Арлан Грип турниріне қатысады. Үздік бестікті жартылай ауыр салмақтағы Асылжан Бақытжанұлы түйіндеуде 30 жасар сақ қазір соңғы жекпе-жегінен соң қалпына келу кезеңін өткізуде. 6-ші сатта Евгений Егенбердиев тұр. Метис келесі кездесуін желтоқсанда ACA лигасында өткізеді. Ол 13-ші желтоқсан күні Люк Барнаттпен жолықпақ. Ал Арман Оспанов 7-ші орында, дәл қазір Сұңқар Америкада жүр. Осы жерде жаттығу лагерін өткізіп жатқан ол келесі жылдың басында UFC-де дебютін жасайды деген ақпарат бар. Ары қарай Асу Алмабаев, Георгий Кичигин және Қайрат Ахметовтер ондықты түйіндеуде. Бұл рейтинг қаншалықты шынайы, онымен келісесіздер ме? Ойларыңызды комментке қалдырыңыздар. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк қойыңыздар. Сондай-ақ осы бейнематериалды WhatsApp, Facebook, Instagram және VK арқылы таратуды сұраймын. Біздің Instagramдағы ресми парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сілтемесі бірінші комментке қыстырылған. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде қазақ жігіттерінің жеңістері көп болсын.